Бәріңе сәлем, бұл Марат Қани, қарапайым PowerPoint-пен дайындалған миллион күнге бұйырады ойынының жаңа нұсқасымен таныстыратын боламын. Бұған дейін YouTube арнамызда осы ойынның басқа нұсқасы шығарылған болатын. Бұл ойында PowerPoint-пен дайындалған еді. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай, осы ойында қалай ойнау қажеттігі туралы да видео түсірдік. Оны арнамыздан тамашалай аласыздар. Ендеше жетілдірілген жаңа нұсқамызды бастайық. Мен презентацияны іске қосамын. Миллион күнге бұйырады ойынының бағдарламасындағы фонмен осылай басталады. Бізге сәттілік тілеп, сұрақтардың легі көріну үшін әуелі ақша сомасын ұсынып жатыр. Жалпы 15 сұрақ қойылатын болады. Алғашқы сұраққа $100, ал ең соңғы сұраққа $100 миллион тігілген екен. Сізде доллар болмаса теңге ретінде өзіңіздің идеяңызға қарай бұл жерді өзгертіп берулеріңізге болады. Олай болса, $100 сұрағын бастайық. Бірінші сұрақ өте жеңіл сұрақ. Қазақ хандығын кім құрды? Керей мен Жәнібек, Жәнібек пен Қасым, Абылай мен Кенесары, Керей мен Абылай. Экранда сары түс азайып бара жатыр. Осы сары түс аяқталғанша ойынға қатысушы ойланады. Және әр сұрақ сайын осындай фон ойнап тұрады. Бұл өте жеңіл сұрақ, жауап әрине Керей мен Жәнібек. Олай болса, экранның оң жағындағы $200 деген жерді басамыз. Абай жолы романының авторы кім? А нұсқасы Әбіш Кекілбайұлы, В нұсқасы Абай Құнанбайұлы, С нұсқасы Мұхтар Әуезов, Д нұсқасы Жүсіпбек Аймауов. Әрине, бұл сұрақтың дұрыс жауабы Мұхтар Әуезов. $500 сұрағын өтейік. Еліміздің ұлттық валютасы қашан қабылданды? 1991 жылы 16 желтоқсанда, 1990 жылы 25 қазан, 1995 жылы 30 тамыз, 1993 жылы 15 қараша. Дұрыс нұсқасы әрине 1993 жылы 15 қараша. $1000 сұрағын өтетін боламыз. Жануарлар ағзасындағы ұлпалар саны нешеу? А нұсқасы 3, В нұсқасы 5, С нұсқасы 2, Д нұсқасы 4. Биология пәнін білетіндер жақсы жауабын табуы тиіс. Дұрыс жауабы 4. Осылай сұрақтар күрделене береді. 5-ші сұрақ. Дұрыс жазамын деген ұғымды білдіретін тіл білімнің саласы. Синоним, орфография, сөз жасам, синтаксис. Мен С деген нұсқаны таңдап көрейін. Сөз жасап деп. Дұрыс бола ма екен, әлде бұрыс бола ма екен? Әттеген-ай, сұрақ дұрыс болған жоқ. Астыңғы жағынан ескерту түймесі шығып тұр. Сол ескерту түймесін басатын боламыз. Басқаннан кейін бізге мінекей дұрыс нұсқасы орфография деп көрсетіп тұр. Осылайша ойын аяқталды деген түймені басамыз. Рахмет, ойын бітті деп тұр. Бұл түймені де басамыз. Жалпы ойын осындай форматта өтетін болады. Презентацияның ішіне 15 сұрақ дайындап шығасыздар. Шын мықтылар осы сұрақтардың барлығына дұрыс жауап беру арқылы жеңімпаз атанатын болады. Бұл ойынның дайын нұсқасын, яғни дайын шаблонын ақылы телеграм арнама жүктеп қойдым. Менімен байланысқыларыңыз келсе, осы видеоның сипаттамасында, яғни төменгі бөлігіндегі ақпарат алаңында WhatsApp мессенджерімнің сілтемесін және ұялы нөмірімді қалдырдым. Әр сабағыңызды қызықты өткізгіңіз келсе, YouTube арнама тіркеліп, үлпілдеріңізді аямай басып, пікір жазып кетіңіздер.